Құрметті қазақстандықтар, егер де сіздер қыстың ызғарынан, суығынан қашқыларыңыз келсе, онда Шымкентке келіңіздер. Шымкент қыстың күні көріп тұрғандай көктем. Желтоқсан айының соңы Шымкент қаласына келдім. Достар, мен айтайын, Шымкент Қазақстандағы тұруға ең қолайлы қала. Себебі қыстың ортасында да барлық жер жап-жасыл. Шөптер барлық жерде өсуде. Өз басым, былтыр қаңтар айында келгенімде бір ресторанның сыртында раушан гүлі өсіп тұрған кезде таң қалдым. Шымкент қаласының панорамды көрінісін көру үшін мен артында тұрған шолу дөңгелегіне мініп қарайтын боламыз. Достар, колесо обозрения қазақ тілінде шолу дөңгелегі болып табылады екен. Төбеге көтерілген сәтте бізге Шымкенттің алақандағыдай көрінісі мен шығыста орналасқан Алатау таулары көріне бастады. Жалпы Шымкент неге басқа қалалардан жылы қыс айларында? Даже Алматыдан жылы. Оның себебі, достар, Шымкентті солтүстіктен, яғни солтүстіктің ызғарынан, аязынан Қаратау тауы қорғап тұр. Ал оңтүстігінде Алатау таулары. Сол себептен Шымкент жан-жағынан желден, таулар қоршауының әсерінен бұл жақта жел болмайды, бұл жақта жылы болады қыста. Өте сәтті жерде орналасқансыздар. Осыдан жарты жыл бұрын Шымкент қаласына келіп, осы колесо обозрениеға отырған кезде, мына мен артындағы көрініс, осы жер ремонт болып жатқан еді. Жарты жылдан кейін не көріп тұрмыз? Керемет Арбатты. Бұл жаққа негізі кешкі уақытта, түнгі уақытта келу керек. Және де біз кешке осы жерге келеміз. Ал енді құрметті достар, мінекей түнде болды. Түнде Арбат осылай болып көрінеді. Шымкент қаласының Арбаты жақында ашылды. Бұл қала әкімдігінің тұрғындар үшін тартқан сыйы, безендірілген шамдар, креативті орындар, сондай-ақ ойластырылған локация шымкенттіктер үшін таптырмас сыйлық болғаны байқалады. Сондықтан мен де сіздерді қуаныштарыңызбен құттықтаймын. Және де маған да бұл жер өте қатты ұнады. Шымкент қаласына келіп, егер де қаланың көліктерінің дауысынан шаршасаңыз, Дендра саябаққа келіңіздер. Мұнда тыныш, мұнда құстардың дауысы, нағыз табиғат. Мен табиғатты сүйер жанмын. Сондықтан мен үшін Дендра саябақ бұл сәтте нағыз дәрумен есебі болды десем, артық айтпаймын. Құрметті мен көрермендерім, енді айтумен, камерамен сіздерде бір сұрақ туындауы мүмкін. Осы алдында Қызылорданы дронмен түсірдім, қазақстандық Марсты дронмен түсірдім. Сонда Шымкентті дронмен түсірмейсің ба деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Уайымдамаңыздар. Арнайы сіздер үшін қазір Дендра саябақты және де Шымкентті дронның кадрымен көрсетеміз. Құрметті қазақстандықтар, мен жалпы Қазақстанның 3-4 қаласында зообақ бар екенін білем. Оның бірі Өскемен қаласы. Өскемен қаласында енді жазық жерде мекен ететін жануарлар аз, ол жақта көбінесе қыста мекен ететін жануарлар. Сонымен қатар Алматыда, енді Алматыны барлықтарыңыз білесіздер. Және де құрметті достар, Шымкент қаласының зообағы. Бұл жақта жануардың көптеген түрі бар. Себебі Шымкент қаласы жылы жерде мекен ететін жануарлар үшін қолайлы. Кір қайттан. Енді шық. Кір дедім саған. Бергел, шық. Бұл зообақ жеке меншік па, әлде мемлекеттік ма екенін білмеймін. Бірақ неде болса да осы зообақты ашқан және де осы зообақты біз сияқты қонақтар үшін қамтамасыз етіп жатқан адамдарға алғысымды айтамын өз басым. Шымкентке келсеңіздер, міндетті түрде зообаққа келіңіздер. Сіздердің сатып алынған әр билеттеріңіз осы жануарларды тамақпен қамтамасыз етуге жұмсалады.
Негізінен Шымкентке бекерден республикалық деңгейдегі қала атағы берілген жоқ. Бұл жаққа келсеңіздер, шынымен қаланың қысымын байқайсыздар. Өте үлкен, әрі халықта өте көп. Википедия бойынша Қазақстанда 1.10.855 адам тұрады. Егер де барша Қазақстанда жүрген шымкенттіктер қайтса, 2 миллионнан асып кететіні сөзсіз. Демек Шымкент ол кезде Алматыдан да озып кетеді. Қызылорданы түсірген кезде шынымен де көп адамдар ренжіді, неге ана жерін түсірмеді, неге мына жерін түсірмеді деп. Кеңес беру оңай әрине, бірақ ұсыныс тастау әркімнің қолынан келе бермейді. Сол сияқты достар, шымкенттіктер ренжімеңіздер, егер де мысалға Шымған тауларын, ар жағында Тянь Шань, Алатау тауларын түсірмеді деп. Білем, табиғат сіздерде өте керемет, дегенмен де оған баруға біріншіден уақытымыз жетпеді. Небәрі жарты күнде түсірілді, осы қазір сіздер көп тамашалап қойған кадрлер. Үлгергенше өзіміз қасында Оразхан деген Байқоңырдың қызылордалық бауырым, осы екеуміз араладық, ұнаған жерлерді видео фотоға түсіріп пікірімізбен бөлісіп дегендей. Осы travel блог менің арнамдағы 2018 жылдың ең соңғы видеосы болып табылады. 2019-да сіздерді басқа дүниелермен, басқа рубрикалармен қуантамын деген үміттемін. Барлықтарыңызға сәттілік, шын жүректен құттықтаймын. Келесі кездескенше.